Сәлем достар, сендермен бірге мен әдеттегідей Фархат. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай мен ойын контентінен бір жолата кететін боламын. Жалпы маған ойын түсіргеннен ешқандай пайда жоқ. Не себепті десеңдер, өйткені ойынды көптеген қазақ ютуберлер түсіреді. Мен ойын түсірген кезде какой-то бір болмайтын нәрсемен айналысып жүрген сияқты болып қалам. Солай мен ойлана келе, осы ойынды не үшін түсіріп жүрмін? Одан же қазақ ютубында дамыған контентті дамытпаймын ба деген ой келді. Мысалға олар скетч видеолар болуы мүмкін, мысалы влог болуы мүмкін. Влог енді дамып келе жатыр, почти дамып қойды десек те болады. Оны бізге одан әрі қарай дамыту керек влогты қазақ ютубында. Мысалы шортс дамымаған бізде әлі. Соларды бізге дамыту керек. Сол себепті осы видеоны жасап жатырмын. Сондықтан маған ойын түсірген қызық емес, өйткені ойынды көпшілік қазақ ютуберлері түсіреді. Менің ойынға бола көріп жүрген подписчиктерім болса, ренжімеңіздер, мен бүгіннен бастап ойын түсірмеймін. Егер мені ойынға бола көріп жүрсеңіздер, менің арнамнан кете берсеңіздер болады. Мен оған ренжімеймін, өйткені мен басқа контент бастайын деп жатырмын, яғни жаңа контент бастағым келіп жатыр арнамды. В общем, жаңа форматқа түсіргім келіп жатыр ғой арнамды. Жалпы арнама біраз ойындар түсіретін шығармын деп ойлағам негізінде, бірақ кейін өз ойымды өзгерткен болатынмын жалпы. Өйткені кринждің санын көбейте берсең, оның ешқандай мағынасы жоқ. Байқаған боларсыңдар, мен ойын түсірген кезде мен шынайы эмоция білдірмеймін. Мен тек запись жазып болғаннан кейін бірақ монтажбен дыбыстаймын. Содан кейін мен одан ешқандай шабыттанбаймын, сондықтан ойын түсіргеннен ешқандай пайда жоқ маған. Тек грейниді түсірген кезде ғана шынайы эмоция білдірдім негізінде. Жоқ тиме сақты. Онда неге грейни сияқты түсірмейсің деп жатқан шығарсыңдар? Четкий эмоциямен деп негізінде түсіргем. Мысалы Poppy Playtime'ды. Видеоның басын жақсы бастағанда, ортасына келгенде қуып кеткен болатынмын. Содан кейін өз дауысын өзіме ұнамай, ақыр аяғында монтажбен дыбыстауға тура келді. Примерно осындай ойындарды дыбыстауға 4 күн уақытым кететін. Сол видеоны ютубқа салған кезде 2 ай немесе 3 ай видео шығармай кететінмін арнамда. Сондықтан маған ойын түсірген ұнамайды. Әрине шынайы эмоция білдіріп, бірақ күнде монтаж жасауға болатын еді, бірақ өйтіп түсіру маған өте қиын. Мен даже қобалжып қалам видеоның басында. Жалпы ойын түсірген кезде мен шынайы реакциямды білдірте алмаймын, шынайы эмоциямды да білдірте алмаймын, өйткені мен ондай қатты опытный емеспін. Өйтіп түсіру үшін маған көп ойын түсіру керек шығар, бірақ мен ондайдан жалып кеттім уже өтірік эмоция көрсетуден. Солай мен ойын контентінен бір жолата кететін боламын деп шештім. Мен енді скетч видеолар түсіргім келеді, содан кейін влог түсіргім келеді. В общем, қазақ ютубында дамыған контенттер жасағым келеді, яғни қазақ ютубына өз үлесімді қоссам деген ниетпен осы видеоны жасап жатырмын ғой негізінде. Мысалы ағылшындарды алатын болсақ, олардың контенті шегіне жетіп қалған уже. Даже қандай видео жасарларын білмей жатыр ағылшындар. Өйткені американский ютуб қазақ ютубына қарағанда тым қатты дамып кеткен. Орыс ютубында да тура солай. Ал қазақ ютубына келетін болсақ, наоборот, дамымаған контенттер өте көп. Егер сен ютубта енді бастап келе жатқан новичок болсаң, қазақ ютубына дамып кету саған өте оңай, өйткені қазақ ютубында шанс көп дамып кетуге. Өйткені қазақ ютубында сен қызығырақ контент жасасаң, дамып кету саған өте оңай. Ал американский ютубта олай тез дами алмайсың, өйткені ол жақта дамып кетуге мүмкіндік аз. Жарайды, онда мен осымен видеомды аяқтайын. Айтпақшы, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар осы видеоға, осы видеоға комментария жазуды ұмытпаңыздар, колокольчикті де басуды ұмытпаңыздар. Жарайды, қош, сау болыңыздар.